Сәлем достар, сіздер білесіздер ме, ең алғашқы компьютер қай компаниядан шыққанын? Мүмкін олар IBM, Apple, Next, жоқ бұлар тек нарыққа компьютерларына өз технологияларын қосып кеңінен тарата білген. Ал кәдімгі адамға ыңғайлы ретінде қолдану үшін ойлап табылған ең алғашқы компьютер прототипі ол принтер, сканер шығаратын компания Xerox. Иә, қате естімедіңдер, Xerox компаниясы компьютерге пайдалы фундамент құрған. Алдарыңызда Xerox 6 және Xerox Star компьютерлары. Бұл компьютерлерде жүйелі блок бар, пернетақтасы бар, және тышқаны бар. Одан қоса ең басты компьютердегі ыңғайлы интерфейсің бар операциялық жүйе орнатылған. Стив Джобс өз Macintosh компьютерлеріне интерфейсті осы Xerox'тан қарап жасаған, ал енді өз аузынан естейік. Они, как ни странно, показали мне свои рабочие проекты и открыли 3 главные вещи. Но я был настолько ослеплен первой, что остальные 2 уже не видел. Они мне показали объектно-ориентированное программирование. Они открыли мне его. Но я его не видел. Еще мне показали сетевую компьютерную систему. Там было более 100 компьютеров, объединенных в сеть, с электронной почтой и так далее. Но я уже ничего не видел. Я был ослеплен первым, что мне показали, а это был графический пользовательский интерфейс. Мне показалось, это лучшее, что я видел в жизни. Вспомните, он был примитивный, мы видели, что результат не идеален. Они многое сделали неправильно, но в то время мы не знали об этом. Но все-таки идея была хороша, и они справились прекрасно. Xerox компаниясы өздері шығарған компьютерлерін нарыққа көп қолданысқа шығармай тек жасырын өз компаниясында ғана қолданды. Осыған қарамастан басқада полиграфиялық құрылғылар принтер, сканер үлкен каллиграфия құрылғыларын сатып мол байлыққа иеленіп әлем бойынша нарықта бірінші орынды ұстап тұрды. Біздің көзімізге бұл құрылғылар әлі көрінеді. Және қазіргі таңдағы компьютерлерге қарап қолданғанда қандай ыңғайлы екенін байқаймыз. Алдарыңызда Apple Lisa мен Xerox Star компьютері. Мен сіздерге арнайы салыстырмалы видео ақпарат дайындап қойдым. Соңына дейін қараңыздар. Осы таңғажайып Xerox машинасын дәл осы жерден қараңыз. Біз өрнекте не істеп жатырмыз? Жоқ, бұл көзқарас. Көзқарас, бұл өте сапалы ажыратымдылық. Иә, бұл Құдай, мен мұны білуім керек. Бұл 1024-тен 1024-ке дейін, 1024-тен 809-ға дейін. Пернетақта қалай жұмыс істейді? Демек, бұл екінші буын пернетақтасы. Онда қара ажыратқыштар, сызықтық ажыратқыштар бар. Мен өзімді жақсы сезінемін. Бұл жерде Лизаның бұған қандай қатысы бар? Сондықтан көптеген адамдар Apple оны жасаған кезде оны жай ғана көшіріп алғанын айтады. Мен Ларри Теслер сияқты өзінің мойындауы бойынша, мойындау емес, мәлімдеме арқылы оның осы екі жүйеде де жұмыс істегенін көрсетемін. Жарайды, сондықтан Ларри Теслер Xerox Clark-те жұмыс істеді, және ол солай болды. Ол көшіруді және қоюды ойлап тапты, сондықтан ол бағдарламалық жасақтаманы жасаған осы топтың бір бөлігі болды. Содан кейін бұл қалай аталады? 0001, 12 білесіз бе? Бұл Xerox 8010 жұлдызы. Содан кейін жұмыс істеп тұрған бұл бағдарламалық жасақтама операциялық жүйе Viewpoint деп аталады. Маған оның қалай жұмыс істейтінін аздап көрсете аласыз ба? Иә, сондықтан бұл негізінен бірінші коммерциялық графикалық пайдаланушы интерфейсі болды. Біріншіден, менің айтайын дегенім, алдымен қол бұлғауды көп жасауға болады. Бұл шынымен де алғашқы коммерциялық болды. Сондықтан алдымен сіз, бұл қалыпты жағдай сияқты деп ойлайсыз. Бірақ қазіргі жүйеден ерекшеленетін көптеген нәрселер бар. Сондықтан экранға қарамас бұрын пернетақтаға қарауымыз керек. Егер сіз калькуляторлардағы кері поляк жазулармен таныс болсаңыз, жоқ, бірақ сіз оларға түсіндіре аласыз. Сондықтан сіз негізінен өзіңіз қалаған нәрсені таңдайсыз, содан кейін операция аяқталды. Ондықтан ол ажыратылған сияқты. Сондықтан мен бұл белгішені жұмыс үстеліне алып, оны жылжытқым келді делік, шерту және сүйреу жоқ. Мен оны басуым керек. Содан кейін пернетақтадағы жылжыту пернесін басыңыз. Ақпарат жолағында қалаған жеріңізді таңдаңыз. Менің тінтуір курсорым қазір осы кішкентай құжат екенін ескеріңіз. Бір нәрсе, егер мен басқа жерді бассам, ол оны жұмыс үстелінде жылжытады. Неге маған қазір Лизаның айырмашылығын көрсетпейсің? Осылайша біз бұл туралы сөйлесе аламыз. Айтпақшы, мына таңғажайып алмаға қараңызшы, Лиза өте керемет. Бұл біздің мұражай экспонатымыз. Вау, сізде өте әдемі машина бар, өте жақсы. Сондықтан мынаны көрейік.
Сол файл. Мен мұны басқа демонстрацияға дайындадым. Мен бұл файлды қайда қойғанымды ойлауға тырысамын. Бірақ сіз мәтіндік процессорда болған кезде, мәтіндік процессорды білесіз, бұл әлдеқайда қалыпты болып көрінеді. Сөздерді таңдау үшін 2 рет басыңыз. Содан кейін пішім мәзірі, және мұның бәрі өте таныс, дәл бүгін біз білетін нәрсенің бір түрі. Біз бүгін білеміз, бұл шын мәнінде доктың ерте нұсқасы бар. Бұл үстел мәзірі шынымен де барлық белгішелерді көрсетеді. Жұмыс үстелінде, егер ол ашық болса, құсбелгі қойылады. Ал егер ол дерлік көп тапсырма болса, бұл көп тапсырма деп айтасыз. Иә, бұл бірлескен көп тапсырмалы операциялық жүйе. Сонымен сіз осы мәзірден жаңа материалдарды іске қосуды ұната аласыз, және егер мен бірдеңені көшіргім келсе, бұл сурет салу бағдарламасы, және ол сіз күткендей жұмыс істейді. Заманауи сурет.